Ұлттық лидер факторы және жаңғыру үрдісі бүгін Астанадан Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы ұйымдастырған халықаралық конференцияда осылай аталды. Оған Азия мен Еуропа, ақш-тан келген ғалымдар мен сарапшылар қатысып референдумға қатысты ой-пікірлерін білдірді. Конференцияға Әзербайжан, Польша, Германия мен Италия, Франция мен ақш сарапшылары, халықаралық ұйымдардың өкілдері мен азаматтық қоғам институттары қатысты. Олар ұлт лидері феномені мәселесін кеңінен талқылады. Бұл орайда Мұстафа Кемалды Ататүрік атандырған Түркияда ұлт көшбасшысы ұғымы ерекше мәнге ие. Референдум кез келген ұлт үшін өмірлік маңызды мәселелерді шешудің ең негізгі демократиялық тәсілдерінің бірі. Түркияда да өте маңызды мәселелерді шешу референдумға шығарылған. Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі Ататүрік. Ол барлық түркілік әлем үшін үлгі бола алады. Сіздердің бірліктеріңіз бен елбасына деген сенімдеріңіз Қазақстанның қазіргі және болашақ табыстарының кепілі екені сөзсіз. Қазақстандық жол. Еуропалық ғалымдар Қазақстан кеңестік кезеңнен кейінгі жаңғыру мен дамудың жаңа жолына түскенін тілге тиек етеді. Францияда референдум 11 рет өткізілді. Бұл жағдайда біздің тәжірибеміз жеткілікті. Сондықтан референдум өткізу идеясын азаматтардың өзі ұсынып отырғанын, конституциялық нормалармен сәйкес келетіндігін өте құнды деп білемін. Бұл халықтың елбасы саясатына деген нақты сенімінің және қоғамның өзінің елбасы айналасына топтасуының көрсеткіші. Конференция барысында сөз алған сарапшылар Қазақстан президентінің мемлекет пен қоғам дамуындағы тұрақтылықты қамтамасыз етуде, әлемдік қауымдастықты алаңдатып отырған өзекті сауалдарды шешудегі айрықша рөлін атады. Референдум тікелей тура демократия. Сондықтан да референдумда қабылданған шешім жоғарғы заңдық күшке ие болады. Еуропаның көптеген елдері референдум арқылы Еуропалық одаққа қосылды. Ал Қазақстан жағдайына келетін болсақ, референдум жаңа Қазақстан тарихындағы Назарбаев факторының маңыздылығы сияқты өте өзекті мәселені анықтауға қажет етіліп отыр. Қазақстанның табыстары өте орасан және көрнекті. Оған тек қазақстандықтардың өзі ғана емес, әлемдік қауымдастықта куә болып отыр. Және олардың барлығына да елдің үдемелі даму болашағы тікелей Нұрсұлтан Назарбаев тұлғасымен байланысты екені де анық байқалып отыр. Назарбаев Қазақстанның жаңа тарихындағы заманауи кезеңінің тұлғасы. Оған референдум өткізу туралы халықтың бастамасы дәлел бола алады. Сондықтан саясаткерлер үшін халық даусына сенуге тура келеді. Немесе ежелгі латындық мақалға сүйенсек, халықтың үні бұл Құдайдың үні. Халықаралық сарапшылар референдум сайлаумен тең дәрежеде кең қолданылатын демократиялық үрдіс екенін баса айтты. Референдум өткізу бұл кең таралған тәжірибе. Бұл құрал тікелей демократияның орнын ауыстырмағанымен өкілетті демократияның механизмдерін толықтырады. Сондықтан көтерілген бастама Қазақстан халқының прогрессивті даму жолын жалғастыру ниетін және плебисцит, референдум сияқты демократиялық тәсілдердің таңдалынуы қазақстандық азаматтық қоғамының кемеліне келгендігін айғақтайды. Бұл Қазақстанда өзінің демократиялық дәстүрі қалыптасып жатқандығының нақты белгісі. 2020 жылға дейінгі стратегияны жүзеге асыру үшін Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзарту бастамасы түсінікті және заңды. Әлемде кез келген саясаткер халқының осындай биік сеніміне ие бола алады. Қазақстандықтар елде тұрақты даму, бейбітшілік пен келісімді сақтай отырып, ертеңгі күніне сенімді болғысы келеді. Және олар болашағының кепілі тікелей президент Нұрсұлтан Назарбаев деп біледі. Жиында сөз алған Нұр Отан Халықтық демократиялық партиясы төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматуллин халықтың бұл бастамасы елдегі демократиялық ұстанымдардың көрсеткіші екенін жеткізді. Жиында елдегі халықаралық ұйымдар мен өзге де қоғамдық бірлестік өкілдері де өз ойларын ортаға салды. Жанболат Серікбай, Саян Дияшев, Астана телеарнасы. Бүгін Өскеменде Нұр Отан партиясының Шығыс Қазақстан облыстық филиалы өткен жылды қорытындылаған істерді қорытындылап алдағы уақытқа жоспар құрды. Ең алдымен олар идеологиялық жұмысты күшейтпек. Осы мақсатта Семейде партиялық мектеп құрылған. Шығыс Қазақстанның 67 мың тұрғыны Нұр Отанның мүшесі. Олардың қатарынан партияның кезектен тыс 13-ші съезіне делегаттар сайланып, облыстық филиалдың саяси кеңесінің жаңа құрамы сайланды. Қазіргі таңда біздің облыстағы Нұр Отан партиясының мүшелері 66.532, соның 7 мыңға жуығы осы өткен 2 жылдың ішінде партия қатарына алынды.
Мәскеудегі Домодедово әуежайында қаза болғандардың аты жөндерін анықтау шарасы әлі жалғасуда. Естеріңізге сала кетейік, жарылыс салдарынан 35 адам көз жұмған. Осы сағатқа дейін оның 26-ның кім екені белгілі болды. Бұл тізімде қазақстандықтар жоқ. Мәскеу қаласы мен облысының ауруханаларында 100-ге жуық зардап шеккен адам жатыр. Оның жартысы ауыр халде. Осыған орай ертең қаралы күн жарияланды. Ал лаңкестік үшін жауапкершілікті әзірге ешбір ұйым мойнына алған жоқ. Домодедово әуежайы 24 қаңтар, Мәскеу уақыты кешкі сағат 4:30. Дәл осы сәтте халықаралық рейстерді күтіп алу аумағында жарылыс болды. Куәгерлер үрей ұшқанына қарамастан ұялы телефондарына жармасты. Товарищи, взорвали бомбу. Посмотрите. Взорвали бомбу. Людей убило всех. Жарылыс болған аумақ бірден қоршалды. Ал әуежайға келіп жатқан жолаушылар басқа залдар арқылы шығарыла бастады. Олардың көбі не болғанын түсінбей де қалған көрінеді. Я видел толпу людей, как упал потолок, и, собственно говоря, дым, пыль и гарь. Ну, а взрыв сильный был? Ну, достаточно сильный, потому что нас откинуло. Әзірге нақты мәлімет жоқ. Лаңкестікке қатысты сан алуан жорамалдар айтылуда. Құқық қорғау органдарындағы кейбір дерек көздері оны екі жанқияр ұйымдастырды дейді. Енді біреулері бомбаны бір әйел алып кірді дейді. Оның ұлтына қатысты болжамдарды әртүрлі. Алдымен жарылысты Кавказ тумалары жасады делінген. Кейін күдіктінің еуропалық екені белгілі болды. Әуежай болса қазір қалыпты жұмыс істеп тұр. Тек милиция қызметкерлері көбейіп, кезек ұзаққа созылды. Қазір ғимаратқа кіргендердің барлығы тексеріліп жатыр. Алайда жарылыстардан қорқатындар көп емес сияқты. Вообще нет, не страшно, рейс не отменили. Еш қорқыныш жоқ. Рейс ауыстырылған емес. Найзағай бір жерге екі мәрте түспейді дейді ғой. Күзет күшейтілді. Бірақ күтілгендей емес сияқты. Ресей президенті Дмитрий Медведев лаңкестікке тек оны ұйымдастырушылар ғана емес, күштік құрылымдар мен әуежай басшылығы да кінәлі деп мәлімдеді. Олар қауіпсіздікті қажетті деңгейде қамтамасыз етпеді деді. Қазір бас прокуратура Домодедовода тексеру жүргізіп жатыр. Әуежай қызметкерлері болса президенттің айыптауларымен келіспейді. Олардың айтуынша жарылыс орын алған аумақтағы тәртіпті милиция қадағалауы тиіс еді. Асан Қалиахмет, Алена Горбачева, Астана телеарнасы. Домодедоводағы жарылыстан соң еліміздің барлық әуежайларында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Алматының ең басты ұшып қону айлағының басшылығы бүгін шұғыл жиын өткізіп, қызметкерлерін сақтыққа шақырды. Халықаралық әуежай терминалында ішкі істер министрлігі көл желілік бөлім қызметкерлерінің саны көбейтілген. Сондай-ақ ұшып кету мен ұшып келу алаңдарында кинологтар иіссезгіш иттермен ұдайы тексеру жүргізуде. Бүгін Алматыға Ресейдің Шереметьево және Домодедово әуежайларынан қош жолаушылар ұшағы келіп қонды. Жалпы алғанда Мәскеуде болған лаңкестік оқиға Алматы халықаралық әуежайының жұмыс кестесіне ешқандай әсерін тигізген жоқ. Связаны со вчерашними трагическими событиями в Москве, в Домодедово. Домодедово әуежайында орын алған жарылыс біздің етек жеңімізді жинауға әсер еткені рас. Бірақ біз 20 қаңтардан бастап әуежай аумағында 7-ші қысқы Азия ойындарына байланысты қауіпсіздік шараларын қолға алған болатынбыз. Мұндай террорлық актілерден ешкімде сақталмаған. Десе де біз Алматы халықаралық әуежай аумағындағы қауіпсіздікке жауаптымыз. Бүгін Қаймана-Қазақ өз бағына туған тағы бір ұлы тұлғасын ақтық сапарға аттандырды. Қазақстанның халық жазушысы тұңғыш әнұранның авторы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Қадыр Мырзәлі өткен сенбіде дүниеден озған болатын. Алматы жұртшылығы марқұмды бүгін Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрдың қабырғасынан Кеңсайдағы мәңгілік мекеніне аттандырды. Небір жақсы жайсаңдарды соңғы сапарға шығарып салған әкем театрдың ат шаптырым залы бүгін тағы да күңіренді. Бұл күні тіпті қазақтың қара домбырасы да жылап тұрды. Қара орман халықтың аузында афоризмге айналған нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген өлең жолдарының иесі. Қазақ поэзиясының бәйтерегі Қадыр Мырзәлі келместің кемесіне мініп барады. Халқымыз оның жарқын дидарын, тапқырда шуақты әзілін сөзсіз сағынатын болады. Қадырда ақынның өмірі мен оның жүрегінің тоқтауымен аяқталмайды. Енді оның шығармашылығы мол мұрасының мәңгілік ғұмыры басталып, баянын таба беретін сөзсіз. Марқұмның топырағы торқа, жатқан жері жарық болғай деген отбасының атына келген Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жедел хатымен қаралы жиынымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қаралы жиынға жиналғанның қарасы көп болды. Ақынның туған өлкесі Ақжайықтан да облыс әкімі бастаған бір қауым ел келген. Ал Қадыр атаның үзеңгілесі, жыр әлемінде бірге жүзген жан досы Тұманбай Молдағалиев қоштасу өлең жазып әкеліпті. Тыңдамадың, кетіп қалдың тауасып, шашылып қалды ойналмастан сан асық, ашылып қалды
жамбыл атын бір көрпе, аққуымыз қалды бізден адасып. Қадыр аға, қасиетіңнен айналдым. Қадыр мырза әлі сергекте сезімтал ақын ғана емес, танымал қоғам қайраткері. Ол қазақ мемлекеттілігінің белгісі, тұңғыш әнұранның авторы болатын. Балалар әдебиетіне қосқан өлшеусіз үлесін айтпағанда, бүкіл қазақтың қанын ойнатқан атамекен әні сынды 200 әуенге сөз жазды. Поэзияның нағыз ішіндегі жан өзегін шығарған кісі еді ғой. Жан өзегін адам баласының ойлау жүйесіндегі жалпы адам баласының жан дүниесіндегі үлкен ірі кесек поэтикалық образдарын жасаған кісі. Егер біз қазақ әдебиетінде Мұхтар Әуезовтен, Мүсіреповтен басталатын әдебиеттің алтын дәуірі бар десек, алтын ғасыры. Сол алтын ғасыр осы Қадырдың буынымен аяқталады. Еңбекқор ақынның төл туындылары 32 томды құрайды. Одан тыс 5 жылдан бері 3 томға сиятын күнделік жазған. Ол тірі күнінде күнделікті жариялау ырымға жат деп, оларын тартпасында тығып ұстапты. Ал бүгін қазақтың қадірлі ақыны мінген қаралы көш, небір жақсыға жайлы мекен болған Кеңсайға қарай жол тартты. Өзге де ақпараттар. Дағдарысты еңсердік, бірақ бұл арқаны кеңге салу дегенді білдірмейді. Қиындықтың кез келген уақытта қайталануы мүмкін. Сондықтан тас түйін дайын болуымыз керек. Бүгін үкімет мүшелері осыған бәтуаласты. Отандық банктердің сыртқы қарызы 29 миллиард долларға кеміді. Есесіне екінші деңгейлі банктерге салынған қаржы көлемі 14%-ға өскен. Бұл қаржылай қиындықты жеңуге ұмтылған жанталастың жемісі. Үкімет отырысынан Базаркүл Отыншиева әңгімелейді. Бөлінген ақша 5 бағыт бойынша игерілген. Қаржылық секторды тұрақтандыру, жылжымайтын мүлік нарығын реттеу, шағын және орта бизнесті қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді дамыту және индустриялық жобаларды жүзеге асыру. Ешқайсысы да осал емес, экономиканың негізі саналатын іргелі салалар. Соның ішінде тұрғын үй нарығындағы қордаланған қиындықтардан қиялап жол тапқанымыз өз алдына бір төбе. 60 мыңнан астам үлескер бар мүлігін сатып, өз қаржыларын сол құрылысқа салып, бітпей қалған құрылыста олардың қаржылары сол мұз болып қатып қалған болатын. Әртүрлі пікірлер болды осында. Үкіметте біреулер айтты, сол компаниялардың бәрін банкроттайық. Одан кейін сол бітпеген құрылыстың нысандарының сол кірпішіне дейін бөліп берейік дегендей әртүрлі мәселелер болды. Өткен жыл қаржы институттарына деген сенімнің күшейе түскенін көрсетті. Елдің банктерге салған салым артып, жыл соңында 7 триллион теңгеге жуықтаған. Бірақ ең бастысы бұл емес. Ең бастысы 2 жыл бұрын 46 миллиард доллар болған банктердің сыртқы қарызынан қазір 17 миллиард қана қалды. В абсолютном выражении он снижен почти в 3 раза, а по отношению к ВВП он сейчас составляет меньше 20%. Нет, насколько? То есть сумму назовите, насколько снижен? Отнимите одну цифру от второй, сколько у вас получится? 29 миллиардов долларов США. Снижен на 29, да? Алда тұрған маңызды міндеттің бірі шикізаттық емес кәсіпорындарды сауықтыру. Осыған қатысты арнайы бағдарлама әзірлеуді Қаржы министрлігі 10 күн мерзімде аяқтауы тиіс. Келесі айда Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қорының құрамындағы компаниялар тізімі қайта қаралатынында мәлім болды. Тағы бір көңіл көншітерлік жайт жол картасы бағдарламасының баянды болып, бірталай оңды бастамаға жол ашуы. Сокращение, ликвидация. Қысқартулар саны 2008 жылмен салыстырғанда едәуір кеміген. Егер сол кезде толық емес жұмыс күнінде және ақысыз демалыста жүргендер саны 84 мың адам болса, қазір олар 15 мыңды құрайды. Қысқасы 2008-2013 жылдар аралығында қолға алынған дағдарысқа қарсы бағдарлама. Оны игеруге жұмсалған қаржы өз-өзін ақтады деуге толық негіз бар. Дағдарыс болатын болса, осыған тас түйін дайын болып отырмыз керек. Ал енді бұл тақырыпты көп қозғай бермей, келесі кезеңге, дағдарыстан кейінгі кезеңге бағдарламасына тез арада біз кірісуіміз керек қой деп ойлаймын. Кәрім Мәсімов үкімет мүшелеріне нақты тапсырма жүктеді. Олар коммуналдық тарифтердің қымбаттауына орай әлеуметтік жағынан аз қамтылған тұрғындарға өтемақы төлеу, жұмыс орнын жоғалтқандарға жәрдемақы төлеу мерзімін 4 айдан 6 айға дейін ұзарту. Осы ретте еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, қаржы министрліктері тиісті нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуі тиіс. Базаркүл Отыншиева, Алмас Жылубаев, Астана телеарнасы.
Экологияны ластап жатқан компанияларға айыппұл салғанша талаптарды орындамайтын өндіріс басшыларын соттау қажет. Сонда ғана жағдай түзеледі. Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрғали Әшімов бүгін осылай деді. Өндіруші компанияларға жыл сайын табиғатқа келтірген зиян үшін айыппұл салынады. Алайда олар келесі жылы сол әрекетін қайталап тағы да айыппұлмен құтылады. Сондықтан тікелей өндіріс басшысын қылмыстық жауапқа тартатын заң жобасы әзірленіп жатыр. Оған сәйкес айыпты басшы 8 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Ал тәртіпті жиі бұзатындар арасында ArcelorMittal компаниясы да бар. Жалпы айыппұлдан түскен қаржы табиғатты қалпына келтіруге ғана жұмсалуы тиіс. Осылай деген үкімет басшысы қоршаған ортаны қорғау министрлігіне бір айдың ішінде жаңа жүйе енгізуді тапсырды. Барлық төлемдерді эколог төлемдерді